Кіріспе батырдың тулуы. Бауыржан Момышұлы қазақ халқының батыры. 1910 жылы туған. Туған жері Жамбыл облысы. Бала кезінен батылдығымен көзге түскен. Ол қарапайым отбасынан шыққан. Жас кезінен білімге құштар болған. Ол өз халқының тарихын, мәдениетін терең білген. Бауыржан мектепті жақсы оқыды. Кітап оқуды ұнатты. Әсіресе тарихи кітаптарды қызыға оқыды. Ол жастайынан батылдығымен, тапқырлығымен көзге түсті. Әрдайым әділдікті жақтады. Достарына көмектесуге дайын тұратын. Болашақ батырдың бойындағы бұл қасиеттер оны халық батырына айналдырды. Бауыржан Момышұлы әскерге 1932 жылы шақырылды. Ол әскери қызметті адал атқарды. Тез арада әскери істі меңгерді. Командирлердің алғысына бөленді. Ол өзінің білімімен және батылдығымен ерекшеленді. Әскери жаттығуларға белсене қатысты. Жауынгерлік шеберлігін шыңдады. Ұлы Отан соғысы басталғанда Бауыржан Момышұлы майданға аттанды. Ол жауға қарсы батылдықпен шайқасты. Оның батырлығы баршаға үлгі болды. Ол 1941 жылы Мәскеу түбіндегі шайқастарға қатысты. Жауға қарсы аянбай күресті. Оның батырлығы мен қайсарлығы көптеген жауынгерлерді рухтандырды. Section 5. Панфиловшылар батырлық пен төзімділік. Бауыржан Момышұлы Панфилов дивизиясында батырлық пен шайқасты. Бұл дивизия жауға қарсы берік қорған болды. Олар Мәскеуді жаудан қорғауда үлкен ерлік көрсетті. Панфиловшылардың ерлігі бүкіл әлемге тарады. Олардың арасында Бауыржан Момышұлы ерекше көзге түсті. Ол өзінің батылдығымен, ақылдылығымен және шеберлігімен ерекшеленді. Section 6. Әскери стратег ақыл мен қайсарлық. Бауыржан Момышұлы тек батыр ғана емес, сонымен қатар дарынды әскери қолбасшы болды. Ол жаудың тактикасын жақсы білді. Оларға қарсы тиімді шайқас жүргізді. Ол өзінің әскери дарынын соғыс алаңында көрсете білді. Оның басшылығымен көптеген сәтті операциялар жүргізілді. Ол жауынгерлерді жеңіске бастады. Section 7. Соғыстан кейінгі жылдар елге қызмет. Соғыстан кейін Бауыржан Момышұлы әскери қызметін жалғастырды. Ол әскери училищеде сабақ берді. Жастарды патриотизмге, батырлыққа тәрбиеледі. Ол сонымен қатар өзінің естеліктерін жазды. Соғыс тақырыбында кітаптар жазды. Оның шығармалары жастарды патриотизмге тәрбиелеуде маңызды рөл атқарды. Section 8. Бауыржан Момышұлы, ұлт мақтанышы. Бауыржан Момышұлы қазақ халқының мақтанышы. Ол өз халқының нағыз патриоты болды. Ол өзінің бүкіл өмірін отанын қорғауға арнады. Оның ерлігі бүгінгі ұрпаққа үлгі болады. Оның есімі Қазақстан тарихында мәңгі сақталады. Ол ұлт мақтанышы. Section 9. Қорытынды батыр рухы жасайды. Бауыржан Момышұлының өмірі ерлік пен патриотизмнің үлгісі. Ол кейін кезеңде халқына қорған болды. Оның батырлығы мен ақылдылығы жауды жеңуге көмектесті. Оның есімі қазақ халқының жүрегінде мәңгі сақталады. Ол ұлт мақтанышы, ерліктің символы, батырлықтың шыңы. Бауыржан Момышұлы, қазақ халқының рухы.